Қайырлы күн достар, сіздерге бүгін ерекше салаттың рецептісін көрсеткім келіп отыр. Бұл салат дастарханыңыздың көркін ашып, әдемі етіп көрсетеді және бұл салатты қонақтар келген кезде нарезка ретінде кесіп, закуска ретінде әдемі қылып ұсынсаңыз болады. Бұл салатты дайындау үшін мен пекин капустасын пайдаландым. Егер сіздерде пекин капустасы болмаса, салат жапырағын қолдансаңыздар болады. Капустамызды ірі бөліктерге кесіп, сразу тәрілкеге орналастыра береміз. Одан кейін помидорды екіге бөліп, орташа бөліктерге бөліп шығамыз. Және тәрілкемізге қиғаш етіп орналастырамыз. Бір дана қиярды домалақтап кесеміз. Қиярдың көлемі мейлінше кішкентай болғаны дұрыс, себебі кесіп тәрілкеге қойған кезде әдемі етіп көрінеді және кесіп тураған кезде мейлінше бірдей етіп орташа қалыңдықта кескендеріңіз дұрыс болады. Барлығын домалақтап кесіп шыққаннан кейін бірінің үстіне бірін орналастыра отырып қойып шығамыз. Одан кейін 2 дана асылған жұмыртқаны домалақ етіп кесеміз. Видеода көрсетілгендей ішіндегі сары уызымен бірге кесеміз, сол кезде әдемі болып көрінеді. Одан кейін мен қызыл балықты 4 бұрышты етіп турадым. Мен бұл салатқа қызыл балықты қолдандым. Егер сіздерде қызыл балық болмаса, оның орнына тауықтың төс етін, яғни филені қолдансаңыздар болады. Егер филені қолданатын болсаңыздар, оны алдын ала духовкада пісіріп алғандарыңыз дұрыс, себебі дәмі ерекше дәмді болады. Барлығын орналастырып болғаннан кейін үстіне тұз сеуіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мен әсемдік үшін үстіне күнжіт сеуіп және терияки соусын құйдым. Оңай, тез дайындалатын және дастарханыңызды әдемі етіп көрсететін салатымыз дайын болды. Ас болсын!